Peygamberimizin hadislerinde var. Maldın zekatın vermegen takırçılıkka uçuraydı deydi. Ali mal boldu. Onun zekatı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadi. Malda zekatten başka da berilетін sadakalar var деген. Yani misal üçün ol malga zekatты berdi. Бірақ мына жақта әлі де талай нәрсе бар. Мұқтаж адамдар бар. Соларға ептеп қарасып, жаңағы кішкентай хайыр ихсан қылып, садақа үлестіріп, маңайындағы мұқтаждарды есінен шығармай жүрсе, олардың дұғасын алады. Құдай тағала оның малын өсірмесі кемітпейді. Олардың мәртебесін жоғарылып сақтайды. Осындай жағдайын көбірек ойластыру керек. Өйткені Алла бізден қарыздар қалмайды. Оны естеріңізде болсын.